Сәлем достар, менің айтайын деген бүгін өзімнің проблемам туралы айтайын деп едім. Қазір барлығымыз нервныймыз, барлығымыз нервный, халық та нервный, түгел ұрсып шыға келеді, дүкенге барсаң да ұрсып шыға келеді, жаңағы очередьте тұрған кезде, кезекте тұрсаң да түгел жерде әйтеуір барлығы жүйкесі тозарған халық. Мен айтайын дегенім, біз мынау көп қабатты үйлерде тұрамыз. Көп қабатты үйдің бір 3 бөлмесінде тұрамыз. Біздің стенамыз мына көршілерге қарайды. Яғни біз бір қабырғамыз ортақ болып табылады. Яғни кондоминиум деймін, не дейді, сондай дейді ғой. Мен айтайын деген, мен өзімде бір балам бар. Бір балам ойнайды, әрине сағат 10-ға дейін ғана деп рұқсат берген. Ары қарай тыныштықты бұзуға болмайды деп мен үнемі балама айтып отырамын, және де ол тыңдайды мені. Ал мына көршілердің балалары, мысалы сағат 11-ден кейін бастайды бәрін. Оған дейін тыныш отырады, бірақ 11-ден кейін бастайды секіруді, ойнауды. Жарайды, секіре берсін, ойнай берсін, айқайлай берсін, бірақ стенаны ұрған жаман ғой, мысалы. Олар постоянно стенаны ұрады. Мен түсінбеймін, себепсіз олар негізі стенаны, мысалы қабырған мен ұруым керек қой, олар шулап жатыр, мен ұруым керек. Олар ондай емес, наоборот, стенаны олар ұрады да, 11:30-нан кейін бастайды. Сөйтіп түнгі 1-ге дейін ұрып шығады қабырғаны. Менің әбден көріп тұрған шығарсыздар, әбден жүйкем тозарып кетті. Осындай көршілердің әсерінен әрең шыдап жүрмін. Мысалы, олар стенаны былай ұрған кезде мен осылай ответ қайтаратын болсам, ұрыстың көкесі сонда басталатын білемді, мен қойшы көрші ғой деп ұрыспай қояйын деп мен шыдап жүрмін, сабырлық танытып жүрмін, мысалы. Бірақ шыдамында шегі бар. Бұдан былай мен диктофонды алам да, бәрін жазып алам да, қалай стенаны, қабырғаны қайта ұра беретін, және балаларын айқайлап шулайтын бәрін жазып алам да, сөйтіп құқық қорғау органдарына беремін, тапсырамын. Басқа амалым жоқ. Маған да жүйке керек, маған да бәріміздің психикамыз қажетті, денсаулығымыз барлығымызға керек. Сондықтан солай деп шештім. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, менің әбден жүйкем тозарып кетті осындай көршілердің кесірінен. Бірақ барлығымыз да жер үйде тұрғымыз келеді. Мысалы, мен жер үйге көшкім келеді, бірақ өте қымбат, қол жетімсіз баға. Біздің оңтүстік Қазақстанда әсіресе ең арзаны 25 миллион деп тұр. Бұл өте бізге қол жетімсіз, мысалы. Амал жоқ, осында көп қабатты үйлерде тұруға тура келеді. Сондықтан да мен сіздерге айтарым, сағат 10-ға дейін ба, 10-нан кейін негізі заңды бұзбау керек қой адам деген. Көршінің, мысалы, басқа да адамдар тұрады, сен өзің ғана тұрмайсың, мысалы, жан жағында адам тұрады, жұмыстан келеді, шаршап келеді, мүмкін ұйықтау керек шығар, ондай деген түсінік бұл кісілерде жоқ сияқты. Солай достар, маған қатты ауыр тиіп жүргені, бұлар мынандай қабырғаны бүйтіп ұратындарым, бүйтіп ұрады осылай. Постоянно өйстіп ұрады қабырғаны. Мен түсінбеймін, себепсіз ұрады. Өздері шулайтын өздері айқайлап 4-5 бала шағасы бар. Білмеймін кім тұратын, барып қызығып көргімді келмейді, мен шын айтсам. Енді бұлай сөйтіп ұратын болса болды, тәртіп сақшыларымен сөйлессін. Міне. Барлығымыздың да жер үйде тұрғымыз келеді. Мен де мысалы жер үйде тұрғым келеді. Қатты жерге көшкім келеді, бірақ өте қымбат. Жаңа айтқандай қол жетімсіз баға. Үйді сатсаң мысалы өте аз бағаға өтеді, бірақ Аллахқа шүкір осындай баспананың барына, мысалы баспанасы жоқ кісілер де бар. Бірақ осындай көп қабатты үй болса да баспана болғанына Аллахыма мыңда бір шүкір деймін. Бірақ осындай көршінің азап беру өте қиын екен, достар. Көршің дұрыс болмаса, өмірің тозақ болады. Сондай болады. Әсіресе жаңағыдай мен айтқандай неадекватный, жаңағы қиындау адамдар болса, өте жағдайларыңыз қиын болады. Мен просто ұрыспай қояйын деп, бізді қазақпыз ғой, енді көршіге азап беруге болмайды, және де көршімен ұрыспа деп
үйреткен ғой әке шешеміз. Сондықтан мен ұрысқым келмейді олармен ше, вообще ұрысып сөйлескенде сәлемдесіп тұрамыз, бірақ ұрыспа деп әбден үйретіп тастаған миымызға. Бірақ енді соншалықты қалай шыдайсың, енді сондай тірлік жасап жатыр. Түнгі 1-ге дейін стенаны ұру деген, енді білмеймін қандай адамдар екен, балаларына қой деп те айтпай ма, білмеймін. Бірақ олар 11-ге дейін, мен байқаған 11-ге дейін олар тыныш отырады. 11-ге дейін тыныш отырады да, 11-ден кейін бастайды балалар шулап. Стенаны ұрады, бір нәрсені лақтырады, айқайлайды. Жарайды, айқайлай бер, шулай бер, бірақ стенаны, ортақ қабырғаны неге ұрасың? Мен соны түсінбеймін да. Қабырғаны неге балаларыңа ұрдыртасың? Ей, ана қабырғада ар жағында көршілер бар, түнгі 11:30 болды, түнгі 12 болды деп неге айтпайды балаларына? Мен соны түсінбеймін. Мен түсінбеймін. Неге сондай төмен адамдар екенін білмедім енді. Жүйкем тозарып, әбден психикама қатты әсер етіп жатыр. Мен өте қатты әсер етіп жатыр осы ситуация. Жарайды, енді жұмыстан, жарайды, мен балаға қарап отырмын да, ана жұмыстан шаршап келген кісілер ұйықтағысы келеді. Оларға өте қиын болады. Мысалы, сондай көршілер болатын болса, стенаны, қабырғаларды ұрып, күн бермейтін көршілер болса, өте қиын болады ол кезде. Білмеймін, сондай бір заң қабылдаса, әсіресе сондай көршілерге шулай беретін, әсіресе қабырғаны қатты ұратын балалар, мысалы, түнгі 1-ге дейін баласын қалай секіртіп қоятын, мен таңғаламын. Жарайды, секірсін ау, бірақ өйтіп ортақ қабырғаны ұрмау керек қой, тыныштықты. Мысалы, мен балам ұйықтап жатқан кезде түнгі 12-де шошып оянады. Стенаны ұрғаннан қатты естіледі. Мысалы, бір қабырға жұқа ғой. Именно осындай көршілердің арасындағы қабырға өте жұқа болғандықтан қатты естіледі. Олар ұрған кезде шошып оянады мен балам. Мен не істеуім керек, айтыңыздар. Көрші деп келе жатырмыз, қой көрші ғой деп. Неге өйтіп бұлар бізге азап береді? Көршінің азабы дұрыс емес қой, көршіге азап берген. Мысалы, мен балама мысалы, мен балама айтым, 10-ға дейін ойнайсың. 10-ға дейін ойнағанда олар секіріп ойнамайды. Бәрі телефонда отырады, мысалы ше. 10-ға дейін ғана сөйлесін, болды, ары қарай ұйықтаймыз деймін. Олар сондайға үйренген. 10-ға дейін ғана ойнайды, сөйлеседі бір-бірімен, болды. Олардың балалары ондай емес. Түнгі 11-де бастайды сөйлесуді, ойнауды, айқайлауды, өлең айтуды, караоке мен өлең айтуды бастайды. Достар, кімде осындай проблема болып жатыр, бөліссеңіздер болады, пікірлер жазып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Шын айтсам, бұл тақырыпты қозғағым келген жоқ, бірақ әбден жүйкеме әсер еткенсін сіздерге мен бөлісіп айтып отырмын. Әбден мен жүйкеме әсер етті. Құдайыма, психика деген әркімге нерв, жүйке жүйесі деген ол өте андай нәрсе ғой. Жүйке жүйесі деген нәрсе ше. Жүйке жүйесі әркімге қымбат қазір. Оны бұзып алмау керек, нервный клеткалар деген сияқты. Мен айтайын деген сол өте қиын. Мен сосын мысалы ше, онан кейін жарайды, ойнаса ойнай берсін. Оны достаршы қабырғаны ұратынына мен түсінбеймін да. Не үшін ұрады? Айтшы, Әленұр, қалай ұрады қабырғаны? Айтшы, сен өткенде шошып ояндың ғой, 4-5 рет шошып ояндың, мен сол кезде де шақырған жоқпын. Милицияны шақыруға болатын еді, тәртіп сақшыларын. Енді маған жүйке жүйеме әбден тозарып кетті. Қазір мен психикама қатты әсер етіп жатыр, мысалшы. Енді мен шыдамаймын. Мен былай істеймін. Енді мен телефонды аламын да, бәрін жазып аламын. Оларды стенаны, жаңа қабырғаны ұрып атқанын, өлең айтқанын, караоке мен өлең айтқанын бәрін жазып аламын. Балаларын шулайтын, қабырғаны ұратын бәрін жазып аламын да, сөйтіп участковый жаңағы өзінің жергілікті тәртіп сақшысына мен беремін. Маған да керек, денсаулық керек, достар. Кімде осындай проблема болып жатыр, жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар.